Жұма күні қайырлы olsun. Бүгін Қырмыжғалының 995-ші күні заман яйында бөлі хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Мабус Арсен Джипаровқа амелият кечіріп, кенеде тақиқат изоляторына қайтарғанлар. Тақиқат изоляторында оны кім бақажақ? Таллинде Қырым татар халқының милли дипломатиясыны тақдим еттілер. Бұнен бері Қырым татарларға достарыны қыдыру ве менфаатыны тақдим етмектір. 12 yaşındaki Ervin Kadyrov yardımға muhtaç. Бұйыген сон мұтлаққа Қырымның президенті олacağım. Hizbut Tahrir іші бойынша яқыланған Арсен Джипаровқа низбетін амелият кечіріп, кенеде тақиқат изоляторына қайтарғанлар. Бұл ақта адвокат Эмиль Курбединов білдірді. Амелиятны умуми наркознен кечіргенлер. Ләкенда өзіне келмеден оны кейіндіріп, кенеде СИЗОға алып кеткенлер. Туневін пейда олған малыматқа көре, 25 yaşındaki еркекінің жидди ярасы açılған ve o қан зараланмасына кетіре біле екен. СИЗОда есе бұна диққат етілмеген. Вазиет финалашқан сон Джипаровны acele yardım машинасында алып кеткенлер. Арсен Джипаровны амелияттан сон тақиқат изоляторына алып кеттілер. Адлиеже оларақ білдірем, бұл қанунсыз. Амелият ве умуми наркоздан сон инсан ең аз бір күн девамында яда реанимация, яда екімлердің назаретінде олмақ керек. Оңа ағырны алған илежілер бермелелер. Тақиқат изоляторында оны кім бақажақ, анда анальгин біле жоқ. О наркоздан насыл чықажақ. Бұл хабер бізді шашыртты. Это, конечно, вопиющий факт и, на самом деле, страшно. Қырым татарларының милли дипломатиясына тешкелету стратегия лейхасыны Таллинде тақдим еттілер. Меджлис ве Украина информацион сиясетін әзірлігінің темсілжілері Эстонияның тышышлері әзірлігінде бұл лейхада елбашылық етежек Марио Тудин келе көріштілер. Милли дипломатияның йөнелішлерінден бірі халқара жематчылықны Қырым татар халқының тарихын таныш етмектір. Бұл видеоконтент, видеоролик, клипі весикаларға эсасланған беди ленталар. Бұнен берабер Авропаве бүтін дүния адвокат, эксперт, сесичи ве меморларнен кеніш иш. Стратегия керчек ве мили бір весикадыр. О, біздер башымыздан кечірген вақиалар үстінде құрылған ве Қырым татар конгрессінің фаалиетінде эсас етіп алынмақ мүмкіндір. Шахснен мен бұл стратегияны меджлис ярдымынен Қырым татар диаспора векелері арасында еріне кітірмеге тырыштым. Бізде тышышлер назырлығы ве девлет органлары жоқ. Бұл себептен темсілжі органымыз ве тешкілетлар чечевесінде бұл тевсие Қырым татарларының популярлаштыру ве ақларыны қорчылав, әрекетлерде қолай юларыны көстермек мүмкіндір. Бұнен бері Қырым татарларға достарыны қыдыру ве менфаатыны тақдим етмектір. Түркия ватандашы олған Қырым татарларға Украинада оқымаға ве чалышмақны енгілештірген қанунны Дүния Украиналылар Конгрессінің рейсі Евген Чолы Истанбулның Қырым татар дернегінің рейсі Джилял Ичтен еле музакире етті. Украина ве Түркиядегі Қырым татарларының арасындаки мұнасебетінен ғайры Евген Чолы Қырамның ишғаліне Канада мемлекетінің мұнасебетіні сеслендірді. Біз халқара жематчылығы оларақ Қырым ишғаліні танымаймыз ве тенқид етеміз. Бұл вақытынже Русия тарафындан ишғал олынған топырақтыр. Халқара жематчылықны тек тенқид етмеге дегілде бұл меселе чезілмесіне әрекетлер yapmalarını талап етеміз. Ukrayna'nın samimiyetini gördüm. Ukrayna devleti ve diasporasının Kırım Tatarlarına karşı bakışını gördüm. Kırım Tatarlarını benimsemişler. Yani onu gördüm. Ukrayna diaspora kimliğini askerlik yapmıyor ve bir de oy kullanmıyor. Bütün Ukrayna vatandaşının kullandığı haklardan istifade ediyor. Bu ne demektir? Orada bir Ukrayna vatandaşı gibi üniversitelerde okuyabilecek, orada eğitim alabilecek, rahat gidip gelecek, oturum müsaadesinden uğraşmayacak, orada ikametgah istediği kadar kalabilecek. Yani oraya gidecek insanın hem iş adamının hem okumaya giden çocukların önünü açacak. Yani bürokrasiyle uğraşılmayacak bir şey. Қырым ялесі Рус ордысында қызмет етмемек керек. Бұны Бірлескен Милләтлер Тешкілатының резолюциясына есасланып, Украина тышышлер назирі Павло Климкин сеслендірді.
Резолюция наголошує на забороні призову до лав Збройних сил. Яздықлаған резолюцияға көре ишғал олынған территориядан ишғалчылар арби құветлеріне инсанлар чағырылмасы ясақтыр. Халқара құқығы бойынша ишғалчы мемлекеті сербез халқара қорчалайчы тешкілатларына кіргізмек ләзім. Гарантувати, я підкреслюю, саме гарантувати. Русия Украинаға қачқан мұхалифлеріні назаретіне алмаға есте. Бұл ақта юқары Шураның инсан ақлары милитлер ара мұнасебетлер комитетінің топлашуында халық депутаты Рифат Чубаров білдірді. Русия Киевден мұнда сығанақ тапқан инсанлар берілмесіні талап ете. Олар арасында экстериеті терроризм ве экстремизм де қабатланған мұсылманлардыр. Останні 1,5 роки різко збільшилися. Соңғы бір бұчық сене девамында Русия Украина территориясында олған инсанлар берілмесіне талаплар баяғы артты. Идерелер арасында әшбірлік олғаныны айтып оламайым. Русия Украинадан өз ватандашыны берілмесіні талап еткенде, анда бұл инсанлардың яшайышы үшін хав олмайжағында бұзлеріні емін етмедер. Видає тих, кого вона запитує. Русия Мариуполь йөнелішінден ұжым ете біле. Бұл ақта ОБСЕ назаретчілері білдіре. О йөнелішті Русия ордусыны құветлештірген. Бұне берабер ОБСЕ Русия Украина сыңырына 30 бинге яқан рус аскері кечкені қайдетті. Женкеверлер Минск аңлашмалары ясақ еткен град системасынан құланып башлағанлар. Бұны Донецк харби гражданлық мемориетінің ел башысы Павло Жибрицкий білдірді. Гатять із 152 мм. Атышны 152 ve 122 артиллериядан ачалар. Широкинаға танктан үжеметелер. Егер әвел атышуф олған олса, бүгін Русия женкеверлері бір шеге бақмайып, МСАУ, МД градны ішлетелер. Минск анлашмалары бойынша ясақ етілген калибрлер ісе дайма ішлетелер. САУ працюють. Украинаға қаршы Русия тежауызы девам етежек. Бойле тақмиллеріні Америка Қошма Штатларынан истихбараты, яғни разведкасы білдіре. Идари елбашысы Джеймс Клапперның сөздеріне көре, сайланған яңы президент Дональд Трампның Русия или мұнасебетлері ейлешсе де, Украинаға низбетен олған Русия тежауызы тоқтамас. Очевидно, Росія хоче утримати. Бесебелле Русия ишғал етілген ерлерде өз тәсіріні сақламаға істей. Менже Русия басқысы девам етечек. Мен Минск анлашмаларының riayet етілмесі бойынша истихбаліні көрмейім. Менің фікірімже бойле вазиет девам етечек. Напівтиша. Исвече Қырымдан Русия Девлет Думасына сайланған депутаттарға қаршы санкцияларға қошылды. Жетвелге 6 инсан, яғни Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко ве Павел Шпиров кірді. Кеченлерде Америка Қошма Штатлары ве Европа бірлігі ишғалжы Қырым депутатларына қаршы санкциялар көрсеткен еді. Санкт-Петербург фальжілері мұддетсіз Қырым татарларға дестек көстеріп акция башладылар. Олар айының 18-інде шер соқақларына бірдемлік акцияларына кечірмек үшін шығажақлар. Айның 18-ші күнні Қырым татарларының 1944 сенесі 18 майыс күні сүргін еткенлері үшін сечкенлер. Петербург фальжілері Қырым татар халқының башына 2014 сенесі март айында яңа геноцид түшкенінде емінлер. Түркияде шақты ешілігін нәтижесінде 3 кіші елек олды, 13 яраланды. Фаджия мемлекетінің Жөнебе шарқандаки Сиырт вилаетінің Ширван шиыры янында yüz берді. Құртарыжы ве Қадыров тақымлары чалышмақта, базы инсанлар аляда ер түбінде қалмақта. Харьковтен Түркияге Месхетия, яғни Ақысқа түрклеріні алған 2 ұшақ yollanılды. 2015 сенесінің декабрь айындан берлі бұл Украинадан Түркияге кеткен түрклерінің 4-ші группасыдыр. Тарихи ватанны олған Түркия топырағына енді 2000-ге яқын инсан yollanılды. Уммен Түркия үкіметі Донбастан 3000-ге яқын инсанны көшірмеге планлаштыра. Әлбетті язық, әршейні мұнда қалдырдық. Ана баба мұнда қалды. Аллах оларға анда тезже барып етмеге қысмет етсін.
Плачет, потому что... Ағлай чүнки асқылай, чүнки ухламаға істей. Ләкин барғанына қувана. Очень рада, что едет. Мистер Эрзиджан Жерге келгенлеріні екі қатлы онайтлы коттеджлерге ерлештірелер. Анда чышыт мефрушатлар бар. Иш дегенде есе әркес çalışмаға істегенлерге акимиет ішке кермеге ярдым ете. Місцева влада влаштуватись на роботу. Эрвин Кадыров юрмеге арзу эти. 12 яшындaki оғланның бір sıra хасталығы бар. О Израиль, Москва, Киев ве Қырымда 20-ден зияде қиын амелияттан кечті. Эрвин хасталықларнен көрешмеге девам еті. Екімлер музбет тахминлер берелер. Оғлан да бір амелият басымақларындан кечмелі. Оғлыны бір озы тербиелеген ананын амелият үшін парасы етішмей. Оля қайт қалмайып, ярдым көстерменге чағыра. Эрвин 1.ру сайтында толы мәліматнен танышмақ мүмкін. Бізге да Израильде операция этапыны кечірмек керек. Чүнки ода шымды шунталар тура. Умют етем ки бұл соңғы этап олacak. Хочу научиться ходить. Мен юрмеге істейм ве аяқларым күчлі олғанына У істейм. меня ноги были крепкие. Когда я вырасту, я обязательно стану президентом Крыма. Бүгінге олған соңки хаберіміз еді. Ратылық күнлеріңіз қайырлы кечмесінің тілейм. Кележек аптаға қадар. Сауықмен қалыңыз. Көрішкенже.